Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін Салтанат Құрманқызы. Бүгін біз балет кит оқитын боламыз, дәл осындай видеодағыдай. Менің қолданған табаным турецкая подошва. Шеттерін осылай жібек жіппен обвязка жасап алдым. Сосын шетіне қалған жіпті күйдіріп, міндетті түрде күйдіру керек, себебі сетінеп кетеді. Сіздерде осындай жібек жіп болмаса, онда сіздер капрон жіп сатып алуларыңызға болады магазинде. Шетін күйдіріп, осылай ішіне қарай жасырып қоям. Қазір ары қарай тоқыған кезде арасына тоқып жіберетін боламын. Осындай балеткиға қолдандым. Ернард элеганс жібін қолдандым. Бұлайнан өте әдемі шықты. Асты эко-кожа, ішкі табанның үсті ол войлық киіз деп айтамыз ғой. Осындай жібек жіп қолданған болатынмын. Асты эко-кожа, үсті войлық деп айттым жаңа. 39-40 размер. Бұл қазір тоқығаннан кейін 38 размерге дәл келетін болады. Тоқылғаннан кейін қысқарады. Мына қалдық жіпті мен қазір тоқыған кезде ары қарай арасына тоқып жіберетін болам. Қолданған крючогым бір жағы 3, бір жағы 4. Қазір шетінен жіптерді өткізген кезде 3-ті қолданамын. Тоқыған кезде 4-ші размерді қолданамын. Тоқылуы өте оңай. Нақты бір күнде отырып тоқса, екі балет кит тоқуға болады. Мінекей, Ернард элеганс деген жіп осы жіптен мен айта кетейін, 4 деген крючокпен тоқылады бұл жіп. Хлопок, люрекс араласқан. 50 грамда 130 метр. Өте жақсы. Маған ұнады. Бұл жіптен мен бір домашний тапочка тоқыған болатынмын. Және мінекей бір сыңар балет кит тоқыдым. Соның өзінде қалған жіп осы жіп. Сондай бір балет кит, бір домашний шлепкаға жетіп тұр бұл жіп. Өте жақсы жіп екен. Эксперимент жасадым. Аяқ киімге тоқуға өте жақсы екен. Осылай өткіземіз де бір петля жасап аламыз. Дәл ортасынан центрін тауып, бір петля жасап аламыз да ары қарай столбик без накида жасап тоқи береміз. Толығымен осы табанды столбик без накидамен тоқып шығамыз. Қалдық жіпті айттым. Осы тоқыған кезде арасына тоқып жібереміз. Дәл осылай әрбір петляға бір-бірден столбик без накида тоқып аламыз. Осы табанды толығымен айналып шығамыз. Капрон жіппен айналып шыққан себебім
для прочности дейді ғой. Сол үшін негізінде осы қолданған жасыл жіптің өзімен де айналып шығуға болады. Бұл жіп хлопок болғандықтан аяқты терлетпейді, аяққа суық тартпайды. Сондай өзінің бір ерекшелігі бар. Табанды асты эко-кожа деп айттым, я, су басып кеткен жағдайда аяғыңыз су болмайды. Осылайынан толығымен столбик без накидамен айналып шығамыз. Неге әрі қарай толығымен айналып шықтым. Енді осы жерден соединительный петля жасаймыз. Яғни жаңағы бірінші жіптен өткізіп, жіпті іліп аламыз. Жіпті іліп аламыз да крючоктағы жіптен өткіземіз. Осылайынан. Сосын бір воздушный петля жасаймыз да. Әрі қарай столбик без накидамен 4 ряд айналып шығамыз. Әрбір петлядан столбик без накида 4 ряд айналып шығамыз. Әрбір рядты аяқтағаннан кейін дәл осылай соединительный петля жасайсыздар да, содан кейін бір воздушный петля жасаймыз да, әрі қарай столбик без накидамен 4 ряд тоқимыз. Неге. Мен гүлді үстіне қойдым. Сіздер басқа гүл тоқып қойсаңыздар да болады. Бұл гүлдің тоқылу жолы менде астында видеолардың ішінде бар. Описаниясын видеоның астына қалдырып кетемін. Сол жерден видеоға өтіп, сол жерден көрулеріңізге болады. Ешқандай қиындығы жоқ, дәл осылай столбик без накидамен айналдырып шығасыздар. 4 ряд. 4 қатар айналып шығасыздар. Содан кейін әрі қарай рельефный узормен тоқимыз. Рельефный узорды сол жерде көрсететін боламын. Әрі қарай өздеріңіз тоқып алады деген ниеттемін. Сол себепті видеоны әрі қарай жалғастырыңыздар. Неге мына жерде 4 ряд тоқыдым мен. Көрініп тұр, я, 4 ряд тоқығаным. 4 рядтан кейін осы жерден көрсететін болам. Әрі қарай рельефный узор болады бізде. Осы жерден айта кетейін, ұмытып кетіппін айтуға.
осы дәл тапочканың центрынан бастадық қой, сол центрға бір маркер қоямыз да, центрдан оң жаққа және сол жаққа тоқимыз. Екі маркер қоямыз, 24 петля санап аламыз. Центрдан бастаймыз. Маркерді қыстырдым, сол маркердан бастап қызыл маркерға дейін 24 санап аламыз петля. Екі жағынан да бірдей 24 петля санап аламыз. Сосын осы жерден бастап накид жасаймыз, петлядан өткізіп столбик с накидом тоқимыз. Осылай көк маркердан бастап арғы қызыл маркерға дейін столбик с накидом тоқитын боламыз. Столбик с накидом тоқып аламыз да, столбик с накидамнан кейін ары қарай петляларды өкшеге қарай уже столбик без накида тоқып, көк маркерға дейін столбик без накида тоқып келеміз. Содан кейін рельефный узорға келген кезде мен сіздерге ары қарай тағы да түсіндіретін боламын. Мінекей, қызыл маркерға жеттік. Енді осыдан бастап столбик без накида тоқисыздар. Көк маркерға дейін столбик без накида тоқып шығасыздар өздеріңіз. Достар, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сұрақтар болса комментарийға қоя кетіңіздер, міндетті түрде қарап жауап беретін боламын. Дәл осындай табанды қайдан аламыз десеңіздер, Инстаграмда Алтын қол деген дүкеннен алған болатынмын. Сол жерден алсаңыздар болады. Бұл үлкен кісілерге арналған табан. Ол жерде детский табандар да бар. Инстаграмнан Алтын қол дүкен деп терсеңіздер шығады. Неке достар, ары қарай жаңағы рельефный узорға келген кезде рельефный узорды тағы бір рет айналдырып шығамыз, тағы да дәл сондай рельефный узор қылдырып. Осылайынан өткіземіз де, накид жасап алып өткіземіз. Екі столбик жасаймыз. Дәл осылай айналып шығамыз. Және содан кейін жаңағы екі жағынан 24 петля болды ғой. Соны соңғы маркерға жеткенше рельефный узорды тоқып шығамыз да, ары қарай столбик без накида тоқып, қайтадан осы жаққа айналып келген кезде рельефный узорды қысқартатын боламыз. Ары қарай тоқып, өздеріңіз алып кетеді деген ниеттемін.
видеоны созбай ақ қояйын. Дәл осылай видеодағыдай тоқып отырсаңыздар, бұйымдарыңыз шығатын болады. Неке достар, біз осы жерде қысқартуды орындайтын боламыз. Қысқартуды орындаған кезде мына бір шығып тұрған ұзын болып тоқылған столбиктарды біз қысқартатын боламыз. Бірінші петлядан бірінші осы ұзын болып тұрған арасынан өткіземіз. Былайны бірінші накид жасап аламыз, өткіземіз. Екіншіден дәл солай накид жасап аламыз, екіншіден өткіземіз. Содан кейін барлығынан шығарып жабамыз, қайтадан накид жасаймыз. Келесі узордан арасынан өткізіп накид жасап, одан кейінгі тоқылған узордан өткізіп, бір дегенде екі узорды қысқартып отыратын боламыз. Дәл осылай видеодағыдай қысқартып отырасыздар. Осы узор аяқталғанша, келесі жағына жеткенше осы узорды осылай қысқартатын боламыз. Содан кейін осы узор біткеннен кейін әрі қарай схема бойынша жалғастыра береміз. Схема бойынша столбик без накида жасап әрі қарай жалғастыра береміз. Түсінікті ғой, иә?
Достар, ары қарай келесі узорға келдік. Келесі қатардың жаңағы қысқартып өткен жерден тағы да қысқартамыз. Дәл солай жаңа қысқартып өткен узорларды екі узордан тағы да қысқартамыз. Жаңағы узордың қатары соңына жеткенше қысқартамыз. Содан кейін әрі қарай узор біткеннен кейін схема бойынша столбик без накида тоқи береміз. Столбик без накида тоқимыз узордың басына келгенше, келесі бетіндегі узорға келгенше столбик без накидамен айналамыз. Дәл сол жаңағыдай алдында қалай қысқарттық, дәл солай қысқартасыздар. Камерам қисық тұр екен, кешірім өтінем. Достар, егер де сіздерге кішкене бас жағы үлкендеу болсын десеңіздер, жаңағы қысқартып өткеннен кейін міне келесі қысқартуды жасамай, дәл сол жерден рельефный узорды қайталап өтуге болады. Әрбір рельефный узордың үстінен рельефный узорды жалғастырып, бір қатар жалғастырып, әрі қарай рельефный узордың соңына жеткеннен кейін столбик без накида тоқып келіп барып, осы жерге келген кезде қысқартуға болады. Маған қатты аса сондай қажет емес болғандықтан мен жаңа бірінші қысқарту жасадым. Одан кейін екінші қатарда дәл солай қысқарту жасап жатырмын. Қысқарту өте оңай, түсінікті деген ойдамын. Достар, соңына дейін дәл солай бір петля қалғанша осы узорды қысқартып, соңына дейін қысқартасыздар, және де схема бойынша қайталай бересіздер. Енді осы соңына жеткен кезде кездесейік. Видеоны көп созбай ақ қояйын. Мінекей, мен тоқып келдім ғой. Енді осы жерден бастап санағанда 15 ряд тоқып шықтым мен. Столбик без накида астынан бастап санағанда 15 ряд тоқыдым. Енді осы жерден бастап 16 рядты біз обвязка жасаймыз. Мен бірінші балеткиді тоқыған кезде осындай орта жерінен бастаған екем. Обвязканы не себепті екенін білмеймін, бірақ та сіздер басынан бастап осындай обвязка жасауға болады. Бірінші петляны өткізіп аласыздар, крючокты айналдырасыздар. Тек бұл жерде крючокты айналдырмас бұрын петляны кішкене ұзындау қылып алыңыздар, әйтпесе қиын болады. Осылай өткізіп созамыз, крючокты айналдырамыз да петляны өткіземіз. Бұны бұл обвязканы не үшін жасадым? Себебі шеттері кішкене формасын қаттырақ ұстасын деген ниетпен. Қазір тоқып болғаннан кейін өздеріңізге көрінетін болады. Осылай өткізесіздер де кішкене жіпті созыңқырайсыздар, крючокты айналдырасыздар, сонда жіп осылайынан айналады.
Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де сұрақтарыңыз болса комментарийға қоя кетіңіздер. Тағы да басқа видеоларым шыққан кезде көру үшін колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Және де менің инстаграм парақшам бар. Сол жерге де сұрақтар қоюларыңызға болады. Болмаса WhatsApp номеріме жазсаңыздар да болады. Не болмаса осы жерге комментарияға жаза кетсеңіздер де болады. Мен әрбір комментарийді қарайтын боламын. Видеом ұнады деген ниеттемін. Сіздермен бірге болған Салтанат. Каналымды қолдап, жақсы тілектеріңіз болса жаза кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Мінекей обвязка жасалды. Енді осы жерге гүл қойсаңыздар да өз қалауларыңыз бойынша қоя бересіздер. Гүл қоясыз ба, бантик қоясыз ба, ол өздеріңіздің еріктеріңізде. Міне осындай бір жіп кетті менде. Бір тапочкаға және бір осындай балеткаға. Назарларыңызға рахмет.